Құрметті достар, біз қазір Жұлдыз FM-ге бара жатырмыз. Бұл менің құрбыларым. Бернал. Қазір біз минивэнге 9 қыз болып отырайын деп жатырмыз. Блог күтіңдер. Қазір Құдай қаласа саламыз деп жүр. Бұл блог өте керек. Екеуі ар жақта тұрып. Екеуі жоқ. Ал міне менің қыздарым. Қазір қайда болғанша Шевролет Арланда келе жатыр қыздар. Мына достар біз оны дейміз. Білмеймін, бәрін күтіп алып шығарып салып жатырық, білмеймін. Не болып жатқанын түсінбей жатырық қой. Вот моя любимая. Болды, мініңдер. Надира, отыр. Сәлеметсіз ағай. Кетті қыздар, отырыңдар. Бисмилла. Давай. Сыңдар. Альмина, ұпу. Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін міне 2401 группасы минивэнде 9 қыз отырмыз. Енді каким-то образом сүйіп кеттік қараңыз. Өкімет қайда қарауыз. Журналистер толқып. Обида. Жігет қызды сүйреп. Кім алмайды машинасы ұзалады. Кеден шығып барлығымыз Жұлдыз FM-ге бара жатырмыз. Біз осылай шулаған деп қыз көреміз. Өзіміз шулаймыз. Қамай деген. Бірінші курстың қыздарының барлығы жігіттері, Мирас пен Нилдар. Мен әріптесім Айон Күйеғабыл. Айон бізде Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін биыл аяқтады. Екеуміз бір уақытта жұмыс жасап, бір айдан кейін бітірген ақылы. Бірақ аяулым ерте келді. 3 жыл қатарынан практикадан келіп жүрді. Бір жерде өткен практикадан. Үйренісіп, өзімізде бауырымыз қалды. Содан кейін амал жоқ асырап алды. Амал жоқ алдық жұмысқа. Кетпей қойды өзі. Өзінің минуты болады. Сол минут жағынан бізге жеке өзіме негізі үйретті. Одан кейін жаңағы синхрон алу деген сияқты әртүрлі терминдермен таныстық, бірақ практикалық жұмыс болған жоқ. Мен жаңа айтып өттім ғой, осында бірінші курстан бастап практикадан өттім. Шыны керек, радиоға байланысты ақпараттың 95%-ын мен осы радиоға келіп, Анар ханымнан және басқа жүргізушілерден үйрендім. Дыбыс инженерлері. Нұрғазы деген ағаларымыз біздің. Сәлеметсіз бе ағай?
тамақ ішеді осы жақта ішеді ғой. Сосын кетіп шықпай саласыздар ғой бетке. сәлеметсіз бе? Сендер тенгринистер тыңдайтын дауыс осы кісінікі. Шайхислам. Ол стенгри. Осы жерде